Ilгерде бір батыр майданда жүріп, өзінің жұбайының бала үстінде, бала босану үстінде қайтыс болған хабар жетеді. Майданнан қайта алмай жатыр. Сонда көзіне жас алып өксіп жылайды жа еркек. Сонда қасындағы қан майданда жылағанын көрмеген достары сұрайды: "Ей, қатын жолда, бала белде, сен неге жылап жатсың?" дейді. Сонда айтқан екен: "Бұл бір жөні бөлек адам еді" дейді, жұбайын. "Мен үйге кірген кезде шымылдықты көтеретін еді. Мен осы бір болмашы нәрсеге бола әуре боласың ба, неге шымылдықты көтеріп түсіре бересің?" дегенде, "Сол шымылдыққа бола басың деймеші, патшам. Мен сенің еш жерде де басың дегеніңді қаламаймын. Сондықтан шымылдықты ашып жабу маған қиындыққа туғызбайды" деп, менің басымның қадірін білетін сондай бір ханшайымға бергісіз қатын еді ғой деп мақтаған екен да. Өйткені әйел адамдардың қолында керемет бір қасиет бар. Әйел адамдар еркектің есіктегі басын төрге, төрдегі басын есікке сүйрейтін мүмкіншілік о бастан берген. Ол жүрегіміздің түбіндегі қисық қабырғадан жаратылғандықтан жүрегімізде жақын. 20 жыл анаңмен тұрсаң да, қанша жыл халықпен аралассаң да, күнде бір жастыққа бас қойып, бір дастарханнан нәсібіңді айыратын жарың ол саған жақын болып қалады. Сондықтан жарың жақсы болса, дүниенің жарты бақыты, бір елдің патшасы болғаннан салихалы әйелдің күйеуі болу мәртебелі деген сөзді бабам қазақ айтып кеткен ғой. Мына Қордайда қалың жаныстың ортасында Әсел деген бәйбіше өткен Мырзатай Жолдасбеков ағамыз ол жайында кітап жазды. Сол Әселден қалған өнегелер болған екен. Әсел үлкен бәйбіше болған екен. Сол Әсел әжеміздің қаншама ғұрпы бізге жетпей жатыр қазіргі уақытта. Сонда Әсел әжеміз ауылға қонақ келетін кезде итпен баланы тойғызып қояды екен. Бала ана жерге кеп жағаласып дауыс шығарып шешесінің етегіне жабысып жыламасын, ит көрінген қонақтың аяғының астында жүрмесін деп итпенен баланы тойғызып қояды екен. Осы сияқты берекелі бәйбішелердің қаншама дәстүрі бір кезде қалған еді. Қарап отырсаңыздар. Сондықтан әйел адамдар егер орташа ғана жігітке тұрмысқа шыққан болса, соны Алатаудай азаматқа айналдыра алады екен. Ал егер кесірлі әйел болатын болса, Алатаудай жігіттің басын бір төбедей қылып төмендете алады екен. Сондықтан біздің қасиетті, Құдайдан қорқатын ерім, ол менің батам, ерім менің екі дүниедегі бақытымның есігі дейтін аналарымыз аман болсын.